Сәлеметсіздер ме балалар? Жақсы отырамын. Қазір бізде қандай сабақ? Метанға керекті қажет құралдарын алып, бері қарайық. Үйге қандай тапсырма берілді? Тас дәуірінен ғарыш әлеміне дейін. Енді балалар не сендерден жеке-жеке үй тапсырмасын сұрамай қойып, топ-топқа бөледі. Осы отырған топ-топқа бөліп отырып сұрақтар. Балалар тас дәуірінен ғарыш әлеміне дейін деген тақырыпты оқыдық па? Ол жерде не жайында жазылды? Кәне Мадияр айта баршы, не жайында? Заманауи дамып жатырмыз. Тағы қандай өзгерістер болды? Мына топ сөйлейік кішкене, ары жүріп тұршы оны айта ғой. Қандай? Не деп бұрынғы замандағы ұшақтар өзгеріп, қазіргі үлкен тез ұшақтың ғарыш кемелері шықты, жақсы. Тағы қандай өзгерістер бар? Тас дәуірінен қазіргі әлемге дейін қандай өзгерістер болды? Тек қана ұшақпенен жаңағы не ғана ауысты ма? Қандай өзгерістер? Қалай етті ерте кезде? Нені пайдаланды егінді еккен кезде? Айтпаусыншы. Кетпен, соқа. Сосын не пайдаланды таңда? Айта отырмыз. Соқа, иә? Доңғалақты соқа. Одан кейін арқасын тракторлар шыға бастады, иә? Соқа тіркеген тракторлар шықты. Жерді сонымен жырту оңайырақ болды. Ал ұшақтардың қандай түрлері болды ерте кезде? Қазір қандай? Қазір иә? Ту, 144. Тағы қандай ұшақтар бар? Ал ғарыш кемелері қандай? Қандай ғарыш кемелері болды ерте кезде? Союз ғарыш кемесі 2015 жылда шыққан. Биыл орбиталық ғарыш станциясы, иә? Балалар ерте кезде компьютерлер қандай болды? Қазір не? Мысалы, мынандай болды ма қазіргі кезде? Қандай болды? Яғни, осындай бір бөлмені алып тұратын болған екен ерте кезде компьютерлер. Сонымен артында жұмыс жасаған. Қандай әріптерді басып жазатын машин? Ұялы телефондарымыз бар. Ерте кезде болды ма ондай? Жоқ, болған жоқ. Жақсы. Енді балалар, біз қай жерде өмір сүріп жатырмыз? Қазақстанда, оның ішінде Жезқазған қаласында, иә? Жақсы. Балалар, Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті кім? Нұрсұлтан Назарбаев болған, иә? Жақсы. Мына кісі. Білеміз ғой барлығымыз? Иә. Жақсы. Енді қазіргі президентіміз кім болды? Қазіргі ең басымыз кім? Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев. Қазіргі біздің президентіміз. Бұдан тақтаға іліп қояйық. Жақсы болды. Енді балалар, біздің Қазақстанда қандай жақсы әдемі жерлер бар. Бәйтерек, яғни міне бәйтерек. Бұл суретті жанын жапсырайық тақтаға. Яғни 2017 жылы экспо ашылды, иә? Біздің қалаларымызды, Қазақстанымыздағы әдемі қалалардың бірі Алматы мегаполисі. Келесі мынау бар. Мынау біздің Ақтау деген қала жаңа айтылды, иә? Өскемен айтылды ма? Өскемен. Жақсы. Петропавл қаласы. Көрді ма бәріне? Көрді ма? Қазақстанда қандай әдемі жерлер бар, иә? Шымкент. Қалды? Ақтөбе. Көкшетау.
қалай, иә? Мынау әсем қалап, жақсы, жақсы, Қостанай, Тараз, және өзіміздің Қарағанды, жақсы, Ақтау, тәуелсіздік ескерткіші міне, және біздің валютамыз. Не? Теңге, яғни теңгеміз жабыстырып қой біздің валютамызды. Жақсы. Қазақстан Республикасының ұландары біздің қорғаушы, бізді әскеріміз, біздің қорғаушы ұландарымыз. Жақсы. Жақсы. Енді балалар, бүгінгі ең алғаш ғарыш ұшқан қала, иә? Мынау әсем қала. Жақсы. Қостанай, Тараз, және өзіміздің Қарағанды, жақсы, Ақтау, тәуелсіздік ескерткіші міне, және біздің валютамыз. Не? Теңге, яғни теңгеміз жабыстырып қой біздің валютамызды. Жақсы. Қазақстан Республикасының ұландары біздің қорғаушы, бізді әскеріміз, біздің қорғаушы ұландарымыз. Жақсы. Жақсы. Енді балалар, бүгінгі дәптерлерімізді ашайық, жаңадан жинап қоймайды. Дәптерлерімізді ашайық, бүгінгі күнді жазайық балалар. Тақырыппен бірге жазайық. Тақырыпты жазамыз. Тақырыбымыз Қазақстанның әлемдегі бейнесі. Жазамыз. Қазақстанның әлемдегі бейнесі. Балалар, біз бүгін қандай тапсырмамен таныстық? Қандай тақырыппен таныстық? Қазіргі Қазақстанның бейнесі қандай балалар? Біз қандай елде өмір сүріп жатырмыз? Қай қолдарымызды алдымызға қойып бер қарайшы. Сабина, қолымызды алдымызға қойып бер қарайшы. Қазір Қазақстанның бейнесі қандай? Қандай деп ойлайсыз? Өте яғни тәуелсіз елімізде, тәуелсіз елде өмір сүріп жатырмыз. Сендер болашақта Қазақстанды қалай елестетесіңдер? Қалай елестетесіңдер? Тағы да көркейгенін қалайсыңдар ма Қазақстанды? Қалай елестетесіңдер? Қандай оқу орындарының ашылғанын қалайсыңдар? Әлемнің, Қазақстанның қалайша жаңғырғанын қалайсыңдар? Қане ойларыңызды ортаға салайықшы. Қандай оқу орындарының ашылғанын қалайсыздар көбірек? Қандай оқу орындары болса екен деп армандайсыңдар? Қандай мамандық таңдаушы едіңіз сендер бірінші топ? Сосын сендер қандай топ? Қандай мамандық таңдаушы едіңіз екінші топ? Дәрігер дейтсеңдер? Инженер. Сосын Азат сенші? Сендер ше? Жақсы, ел қорғаймыз дейді. Бәрі ел қорғайтын ұландар болғымыз керек дейді олардың. Ал қыздар сендер дәрігер болғымыз керек дейді. Ауырған адамды емдегіміз керек дейді. Өте жақсы, армандарың өте жақсы екен. Енді осы армандарының орындалуы
әлемдегі бейнесі. Осы бетті оқимыз. Үйде қосымша мынадан аяқталмай қалған бренд жасап отырмыз ғой тақияларымыз. Соларды аяқтап береміз, иә балалар. Жақсы, бүгінгі сабаққа жақсы атсалысқан қатысқан балалардың барлықтарын смайликпен бағалайтын боламыз. Сабаққа қатысқандарға рахмет. Сабақ аяқталды.